Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Лемончик. Достар, бүгін біз осы тренировкадағы бір бакты түсірмекшімін. Бұл бакты мен жаңа ғана түсіріп бітіп монтаждап болған кезде, достар, осыны эдждар шығарды. Енді ол шама болсын басқашалау, сондықтан мен өзімдікін шығара бергенді ұйғардым. Ол үшін бізге алдымен стенка және де мүсін қажет болады. Екінші, біз үйге баруымыз керек. Алдымен мына адамдарды кедергі жасамас үшін алып тастай салайын. Ендеше үйге қарай кеттім. Алдымен осы стенканы алып, одан кейін тура осылай стенкаларды қойып, бір-бірінің үстіне шығып, үстіне қарай шығып кетуге болады. Вуаля, достар, сіздер шығып кетесіздер. Достар, сіздер қалаған адамдарыңызды атып, үстінен өлтіруге ыңғайлы болады. Достар, егерде осындай обучалка, лайфхак, яғни лайфхак болғанда, Free Fire'дағы лайфхактар, немесе менің мастер жеткенімді көріп отырсыздар, мастерге жол деген бөлімді шығарайын ба? Егерде шығарғанмен де мен оны келесі сезоннан бастап видеоға түсіріп шығаратын боламын. Егер обучалканы қалайтын болсаңыздар, обучалканы қалаймын деп, немесе мастер жолды қалайтын болсаңыздар, мастер жолды қалаймын деп комментарияға жазып кетіңіздер. Енді сіздер үйдің үстінде болғандықтан барлығын атып тастауларыңызға болады. Сіздерге хедшот беру мүмкіндіктеріңіз де өте көп. Видеода көріп отырғандарыңыздай, достар, өте оңай болып тұр. Яғни сіздер бірінші шығып алсаңыздар, ешкімді өлтіруіне жол бермесеңіздер болды. Ал бұлай сіздер хедшот берулеріңіз оп-оңай. Қазір негізінде тренировкада да адамдар аз болды. Немесе міне осылай жоқ болмады. Достар, осылай немесе басқашалай бутылка берсеңіздер болады. Қазір менде шамал болсын болмай қалып жатыр. Мен мейлінше тырысып жатырмын. Бутылканы беру обучалкасында шығару мүмкін. Сіздер қалап комментарий жазып, немесе көп лайк жинасаңыздар, мен обучалканы түсіруім мүмкін. Сондықтан, достар, тезірек лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркелуді міндетті түрде ұмытпаймыз. Бутылканы беру негізі былай үйренген адамға тым қатты қиындығы жоқ. Міне осылай хед берсеңіздер де болады. Немесе без прицел ату сіздерге тиімді болса, өздеріңіз без прицел атсаңыздар да болады. Міне тағы да хед беріп жатырмын, достар, көргендеріңіздей осылай бутылка беру оп-оңай. Ең бастысы үстінде жүріп өліп қалмау.